Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен осындай жұмыртқасы және 20 минутта ашып шығатын өте дәмді әрі жұп-жұмсақ булочканың жасалу жолымен және жасалу түрлерімен бөлісемін. Құрамы қарапайым әрі қолжетімді заттардан жасалады. Достар, рецепт ұнаса каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпа. Бұл булочканы жасау үшін барлық ингредиенттер жылы болуы қажет. Ең алдымен таза ыдысқа 1 стакан су, 1 стакан сүт және 1 ас қасық дрожж және де 1 ас қасық қант салып, барлығын араластырамыз. Бетін 1 минутқа жауып, үстіне 1 жарты шай қасық тұз және де 100 грамм май қосып араластырамыз. Енді осының үстіне аз-аздан ұн сала отырып, бір келкі болғанша араластырып, массамыз қоюланғаннан кейін жұп-жұмсақ қамыр илейміз. 20 минутқа жылы жерге қойып, ашыған қамырымызды алып, булочкаларды дайындаймыз. Салмасына өз қалауларыңыз бойынша ұсақтап алманы, немесе курага, немесе мейіз салып жасауға болады. Арасына май жағып, қант сеуіп, осылайша бірнеше түрлі булочкалар жасауға болады. Мак, күнжіт немесе үйдегі вареньялардан да осылайша бірнеше булочкалар жасауға болады. Кез келген қамырмен жұмыс істеген кезде қолға жабыса береді деп мөлшерден артық ұн салмаймыз. Қолымызға жабыса берсе, 1 немесе 2 ас қасық сұйық май қосып, ары қарай илейміз. Сонда біздің қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Достар, булочканың толық рецебі видеоның астында описание бөлімінде көрсетілген.